Ақша энергиясы. Бай болам десең, ақша энергиясын дұрыс қабылда. Ақша бұл энергия, молшылық энергиясы. Сіздің өміріңізде сіз қабылдай алатын болсаңыз, ақша көп. Ақша бұл мақсат емес. Қуанышқа, жетістікке, жақсылыққа, байлыққа жетудің, жақсы көңіл күйде жақсы өмір сүрудің жолы мен құралы. Көбінесе теріс көзқарастар, жағымсыз ойларымыз ақша ағынын бөгейді. Және сол арқылы біз ақша энергиясын қабылдауды тоқтатамыз. Негізі адамның түп санасы жақсы мен жаманды ажырата алмайды. Ол ауыздан шыққан әрбір сөзге сенеді. Сіз осы кезге дейін ақша туралы жағымсыз ойларды көбірек айтқан шығарсыз. Енді бүгіннен бастап оларды ұстап алыңыз және оны жағымды ойларға алмастырыңыз. Шүкір десең арттырам деген, күнделікті шүкіріңіз көп болсын. Сізбен болған жайттар үшін жан-жағыңызды кінәлауды тоқтатыңыз. Ешкімнен ештеңе күтпеңіз. Аллаға тәуекел етуді үйреніңіз. Қосымша табыс көздері жайлы ойлана жүріңіз. Егер әрине күнделікті табыс көзіңіз қажеттілігіңізді өтемей жатса. Сізді бұл позитивті әрекеттер мен материалды энергия ағынына енгізеді. Ақшаның энергиясын өміріңізге қалай тартуға болады? Ол үшін ойыңызды бақылауда ұстаңыз. Арманда, қала, одан ұялма. Көз алдыңызға елестетіңіз. Сіздің өміріңіз қандай болады және сіз ақшалы болғанда қандай боласыз? Қарызды бергенде қуана беріңіз. Қарыз болмауға тырысыңыз. Өйткені қарыз ақша енергиясына теріс әсер етеді. Егер сіз біреуден қарыз алған болсаңыз, соза бермей, қимастықпен емес, алғыс айтып, қуана қайтарып беріңіз. Бұл маңызды. Ақша жаратқаннан қорықпаңыз. Ақша мақсат емес. Ол мақсатқа жету құралы ғана. Егер ақшаны қимай, жібергіңіз келмей жарататын болсаңыз, ақша энергиясы дұрыс айналым жасауды қояды. Сол үшін ақшаны жаратқанда қуана жарату керек. Сізге біреу ақшаны аз беріп тұрса да, ренжімей қуана қабылдаңыз және жеңіл қабылдаңыз. Әлемді жаулап тұрған ақша мені жауласын десеңіз, ақшаның магнитіне айналғым келеді десеңіз, мен ақшаны жеңіл әрі қуана қабылдаймын деп қайталап айтып жүріңіз. Тек есіңізде болсын. Я Алла, ақшаны менің алақаныма бер, жүрегіме түсірме деп айтуды ұмытпаңыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, қолдап қоюды, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.